Мен де ондай бір дауыс салып, сөзге бір не емеспін. Қоя тұрыңдаршы, сөйлеп отырық қой. Жесть жаңағы ма осы енді біртүрліге негізі бар емес, ана жерде өзім еркін отырып сауып отқанмын ғой. Енді Диана ханымды былай аяғы былай 180 градусқа кетеді тоже, мына жаққа былай қарай. Былай ма? Мынау қысып отырады, бүйтіп сразу мына жер дайын да өйткені. Мына бір сөздер неге қалса бүйтіп сразу жынырып бұрыла қалады. Сосын жаймен деп біреу ренжітетін болса біздің Диана ханымды естіп отырып, көңілді отырып. Бітті. Диана ханым, ренжіменші, Диана ханым деп бір-екі рет айтып, жарайды. Және ескіре саламайын. Ой, ұялып отырмын шынымен кеше әшейін әзілдеп естіп отырмын. Жоқ, әдемі, маған ұнады. Антисептик жаңағындай бүйтіп мына жерді алып, жаңа бүйтіп қоятыныңыз бар арасында енді мына бүйтіп сіздің бүйтіп былайынан бүйтетініңіз бар. Осының бәрі ұнайды ма әже? Соны кеше әзілдеп отырғаннан кейін түсіріп апты да сырттай бейхам. Мен оны білмеймін ғой. Бірақ көрдім. Сондықтан сол. Бітті. Онда сен осы орындыққа жайғас, мен ар жаққа барайын. Біздің Бекош ұялып қалған сияқты. Кеше аяқсыз қалған бір әңгіме бар. Айдана мен таныстықты не істейміз? Бүгін Айдана келді ме студияға жалпы? Қалай ойлайсың? Білмеймін, келсе, келген шығар, келмесе, білмедім. Келген дұрыс болады, негізі шақырып алайық, келсе. Шақырайық, Айдана келіңіз. Да. Жоқ. Рахмет, Әділ. Исті қолдап жібергеніне. Иә. Келмеді. Кеше эфир соңында да. Неге келмеді деп ойлайсың? Енді кеше таныстық тоқтайтын білді ау деймін. Соған қарағанда. Өйткені сыртта сөйлескенбіз. Сыртта сөйлестік біраз. Сол кезде ертең келе аламын ба, келе алмайын ба белгісіз деді. Мен бірақ айттым, келген дұрыс болады. Негізі Юсуп, мен өйткені халықтың алдында бұл сырттай жасаған жоқпын. Бұл іс әрекетті бір сырттай баука болғанда бір баукаға барып, мен мүмкін сенен қайтарған үміткеріммен жалғастырып көрейін деген сияқты ондай ештеңе болған жоқ. Просто айттым, осылай деп. Содан кейін сыртта сөйлестік, өзі негізі айтты, келейін ба, келмейін ба, мүмкін келе алам, мүмкін келе алмаймын, ренжімейтін шығарсыз деді. Бірақ мен айттым өзім, білмеймін, мүмкін келгені де дұрыс. Келіп осы жерде қалай маған ренжісін болса, айт ренжідім деп. Болмаса ренжісін, болмаса осылай айт, барлық шындықты осылай айт. Кездестік па, арамызда не болды, сөйлестік па, қай жағынан ұнамай қалдым мен. Мен сөйлесу кезде, мысалы, мен де айтатыным бар деген сияқты. Сондықтан өзі айтты, мен де қазір бір отбасылық кішігірім не болып жүрді, сонда айта салайын, келмесем де ренжімеңіз дегендей қылып, бірақ мен кеше айту бойынша келем дегендей қылған енді. Бірақ өзі айтады да жаңағындай, негізі сол бір жағынан. Сол сәтте сен өкініп қалмадың ба? Бауыржан таныстықты тоқтатқан кезде суырылып, ытқып шығып, мен үміткер болайыншы, менің үміткерім болайыншы дегенге. Жоқ, өкінген жоқ. Неге? Сөз аузыңда, Бекош, кешірім сұраймын, бізде жарнама уақыты келіп қалған екен. Құрметті көрермен, жарнамадан кейін эфирді ары қарай жалғастырамыз. Алыстамаңыз. Кезекті белгі Перизат ханымның қолында Роза Бағланова. Рахмет, Перизат ханым. Ал ортада бізде Бекош және Айдана, яғни үміткері студияға келмеді. Таныстықты тоқтатқан еді күні кеше. Және сол сәтте менің сұрағым, өкініп қалмадың ба? Өзіңнің бір ұсынысыңды білдіргеніңе. Жоқ, өкінген жоқпын, ондай өкінетіндей болған жоқ, өйткені мен сыртта емес, бағанада айтып отырмын, іште осы жерде болғаннан кейін мен танысқым келді. Мен оның алдында эфирге келмедім, Баукаға келген кезде. Мен ол қыз жайлы білмейтінмін, қандай, мінезі қандай деген сияқты. Содан кейін барып мен сол жерде тұрып, танысып көрейін дедім да, сол жерде ұсыныс тастап, может танысып көрейін, нормальный болатса, әрине жалғастыруға болады егер. Бекош, мен сені түсінбеймін. Мен ойша, сені емес өкінді, Айдана өкінді. Өйткені сенің ұсынысын қабылданды. Осы жерде мен білмеймін, айтады ғой, жігіт сөзбен іспен дәлелдеу керек. Сен істедің, жарты жолға келдің, и тастадың, шыққан жоқ, уақытың болған жоқ, или что там, қанша күндер өтті, даже жарты сағатқа, даже 20 минут, либо 15 минут сен қызға тапқан жоқсың. И как
как будто саған үміткер сенеді. Осы жерде как будто Баукадан осы үміткерді алып кетті. Я мүмкін Баука өзі таныстық тоқтады. Бірақ та не үшін сен айттың, ой, қарайым, көрейін деп, такой из себя такой устроил, как будто, а на деле ничего. На деле ничего емес, из себя такого я не ондай жасаған жоқпын. Жоқ, сен айттың, тым жақсы жігітке тым жақсы қыз керек. Әрине, тым жақсы қызға тым жақсы жігіт керек деп айттым. Мен неге, тыңдай, яғни сөздің аузында болсын. Мен айттым, мен шығып танысып көрейін дедім. Мен ол жерде тұрып, маған келіп отырып, мен таныстық тоқтатып естіген жоқпын. Сен білмейсің арамызда не болған. Біз кездестік па, жолықтық па? Мен айттым, біз кездеспедік, бірақ сыртта сөйлестік, оған уақыт бөлінді. Енді тыңдай тұра тұр. Мен әр сөзіне жауап берейін. Одан кейін барып мен саған айттым. Одан кейін мен барып айттым, телефонмен сөйлестік, менің жеке шаруаларым шығып қалды, мен айтпай қойын, қазір ондай мына жерде айтатындай нәрсе емес. Қазір тағы да айтсам, мына жерде жырғып басталады кейбір адамдар. Содан кейін барып ол қызбен телефонмен сөйлестім. Адамда мінез деген болады. Мінез деген сенде, мысалы, түр келбетіне қарап, айбат қыз, мен оны жаман деп жатқан жоқпын. Мен оны жамандамаймын да. Жақсы қыз, тек адамда мінез сәйкес келмейді. Мінез сәйкес келмесе, ары қарай барудың қажеті жоқ. Ертең біраз нәрсені көтере алмай қалатын. Бекошин мінезді қайдан білдің? По телефону, дауыстан білдің? Не по телефону емес, сен қазақша түсінсің, мен жолықтық. Біз кеше сөйлестік. Оның алдында жұма күні шыққан кезде сөйлестік. Біз ол жерде уақыт бөлінді. Телефон арқылы сөйлестік, я телефон арқылы. Қалай телефон арқылы? Бека, тыңдашы енді қара. Сен телефонмен сөйлеспін деп тұрсың да, телефонмен сөйлескен басқа, бетпе-бет кездесіп сөйлескен басқа. Сен өзің мына жерде шықтың да, қыз маған енді қызға деген симпатия бар деген сияқты. Бірақ сен қызға вообще уақыт бөлмедің. Қара, қызға деген симпатия бар дегенде мен танысып көрейін дедім. Мен аузынан қызға деген симпатия болып тұр дедім. Әркімге, әр қатысушыға келген үміткерге шыға бермейсің ғой сен. Мен үміткерге шыға бермеймін, дұрыс па? Бұл сәтті мен бір рет пайдаландым ба, пайдаландым. Ұнағаннан кейін сен танысып білгеннен кейін шықтың ол жерге, дұрыс па? Қара Баука, қызғанып отқан шығарсың қазір. Қызғанып отқан жоқпын. Онда бұндай әңгіме айтудың қажеті жоқ. Сенің сыйластығың бұл жерде өте қатты дұрыс емес. Егер де осындай өзің сол жерде істедің, тоқтаттың, мен сенің сөйлеп жатқан сөзіңді жұлып алып, Баука қоя тұр, сен танысып тоқтатасың ба, жалғастырасың ба, білмеймін. Бірақ мына қызбен мен танысып көрейінші деп айтқан жоқпын. Сен айттың, таныстық тоқтатам деп өзің айттың. Мен тұрдым да айттым, мүмкін мен танысып көрейінші, мүмкін осы қызбен менен бірдеңе шығатын шығар. Менде мысалы үміткерлер келеді, менде көңіл бөлем. Бірақ қара, сыртта сөйлестік деп жатырмын. Түсінесіңдер ма? Сыртта сөйлестің, сен эфирден кейін сөйлестің, сен онымен жеке уақытын бөліп сөйлескен жоқсың. Сонда мен эфирден кейін шығып оған айдалада тұрып бір не істеген жоқпыз ғой? Жеке сөйлестік біз тұрып. Эфирден тыс, сыртта кешкісін кездесіп уақыт бөліп, сен эфирден кейін просто эфирді пайдаландың да, сыртқа шыққаннан кейін жай сөйлесе салдың, біз бүйте салайық, сөйте салайық деген сияқты. Жоқ, мен кәдімгі ұнағаннан кейін жолығып сөйлесу керек едің сен. Негізінде былайынан келгенде Айдана өкініп тұр да, біз саған таныстықты жалғастырған үшін сенімен. Өкінсе өкінетін шығар. Енді мен айттым ғой, қателік менен бар шығар деп. Я мен танысын, маған мінезі ұнамай қалды. Бірақ қыз барлық жағынан ондай бір жаман, артынан бір жаман нелер информация келді деп жатқан жоқпын. Айбат қыз, мінезіміз жараспайды. Түсінесіңдер ма? Адамда мінез деген болады. Өздеріне сол кезде бастарына тиеді, осы кезде мен айтатын боламын, қарап тұрыңдар. Сендерге де келеді, күндердің бір күнде осы жерде мінезіміз қара, енді Баука қара. Саған келген үміткер болса мен оған айтпаймын. Сен айтпадың, просто тұрдың да, мен лайықты емеспін дедім. Значит, сен жаман болып тұрсың, ол қыз жақсы болып тұр. Мен тұрып айттым. Хорошо, Бека, мен оған айттым, былайынан келгенде енді қыз бала маған тартыс күші болған жоқ. Ал саған ол қыз ұнады, ұнағаннан кейін сен шықтың. Соған саған айтып жатыр. Тартыс күші болмаса, Баука саған келмейтін еді. Мен сол кезде айтайын дегенмін саған. Менің оған деген тартыс күшім жоқ деймін. Сенің оған деген, онда бұндай сөздің қажеті жоқ. Қазір маған ана жерде наровать етіп, атылып, мен атылып жатқан жоқ. Сен сол кезде айтуың керек еді. Сен сол кезде айтуың керек еді. Сен сол кезде отырғанда мен айтқанда, Бекош, бұл дұрыс емес. Не үшін сен бүйтіп айтасың деп. Ертесі эфирде істеген дұрыс емес. Бека, сен просто мына жерде қыз бала болғаннан кейін қиын болады ғой. Мына жерде екі қатысушы. Әрине, қыз бала болғаннан кейін қиын болады. Мен шықтым, сөйлестім. Онда не үшін шықтың сен оны танысып, не істемесең? Мен сонда танысуға болмай ма маған? Маған танысуға болмай ма? Сен қайтардың деп тұрмын ғой, түсінесің ба? Мен сонда танысамайын ба? Таныстым. Уақыт бөлмедім, бір көңіл бөлмедім. Кездесуге бармаған шығармын. Бір 15 минут бөлмеген шығармын да. Бірақ мен бөлдім, уақыт сөйлестім. Біздің мінезіміз сәйкес келмеді деп отырмын. Мен бұл жерде бір халықта дұрыс түсінбей отқан шығар, осындай нәрселер істеп келіп отырды деп өз-өзім бүйтіп көтеріп жіберді, жаңа Дарина айтқандай дейді. Неғылам мен өйтіп уақытты алып? Жоқ, сен не үшін? Неғылам мен уақытты алып? Зачем сен білесің, Дарина, мен қалай көңіл бөлетінді қызға? Вот именно, потому что интерес болған жоқ, ты себя хотел показать, либо кому-то доказать. Агата қырсығып істедің ау деймін сол кезде, иә? Ой, басталды. Қазір енді сендерді дейсіп айтатын болсаң, Мұса десең, сен өзің ұл болсын. Тұра Дарина, ренжімеш. Мұса десең, шығасыңдар, доспыз ғой деп. Санжар әсем дедік. Әте айттым мен сол кезде. Санжар әсем араларында шыр-пыр болып шығасыңдар. Бізде де дәл сондай, түсінесің ба? Не үшін қызғанам мен? Неге қызғанам? Мен айтып
келе жатырмын ғой. Менде жоқ. Бұл қайта жұп болып, ағыланмен жұп болып, не істесем мен қуанам әрине. Сендер өздеріне келгенде түсінбейсіңдер дос дегенді. А когда на жерге отырып айтқанда, дос деп айтпай ақ қойшы. Сен мен досымсың да, істеп жатқан поступкыңды қара. Досыңның келген үміткеріне көзің түседі ғой, қалай? Қара, сөздің аузында істеп жатқан поступкың дұрыс. Сенікі дұрыс па? Өткенде бетіме айтпай. Сол кезде мен бетіме айтқанда мен айтатын едім. Жарайды, Баука осылай айтып жатыр. Мен қоя салайын. Мен сол кезде егер досың болсаң, а егер сен артынан барып сөйлеп, енді келіп эфирде өз жоқ, Бека, оны эфирде айтқан жоқпын. Сенің істеген поступкыңды қазір мен де саған бетіңе айтып жатырмын. Сол кезде сен маған айтқан жоқсың. Былай негінде Бауыржан, сен үміткермен танысып көрсем қалай былай ренжімейсің ба деген сияқты. Сен де эфирде келіп айттың да, мен қайдан білемін, сен маған айттың ба? Жоқ, сен маған айттың ба? Бека, сен маған дейін сен Бека, мен істеп жатсам қазір айтып жатырмын саған. Сен тоқтатам дедім, иә. Сен маған келіп айттың ба? Бека, мен тоқтатам деп айттың ба? Сыртта. Мен не үшін айту керекпін? Онда мен не үшін айтамын? Осы жерде танысып жатқаннан кейін мен осы жерде айтып жатырмын. Сен просто дос деп әңгіме айтып жатсың. Досым болып осылай істейсің ба деп жатсың. Баука, енді сенің жүрген қызыңа көз түсіп жатқан жоқ қой, саған келді, таныстық ұнамады. Сол себептен мен інім тұрды дағыны өзінің көңілін білдірді. Бірақ мен Бекамен сөйлескен кезде, Бека айтты да, мен кездесуге бірнеше рет шақырдым, бірақ менің ағаларым рұқсат бермей жатыр, шығуға рұқсат бермейді деп, ол қыз шықпаған. Солай ғой, Иә, былай болған, екі ағасы бар. Иә, туған екі ағасы бар. Бұл қыз Қаскелеңде тұрғаннан кейін енді үйінде кішкене қатты ұстайды. Кешкісін шығамайын дейді. Мен енді кешке дейін өзім тірліктермен жүремін да, бірақ бұған айттым, келе аласың ба дегендей. Бірақ кеш уақытысында эфирде шығамыз, эфирден шыққаннан кейін сағат 4-тен асады ғой. Бұл кішкене кездесеміз де кетіп қалады. Мен бұған айттым да, мүмкін ертең қайырымдылыққа келесің, осылай дедім да, бұл келем деді. Менде бірақ жаңағындай ситуация болды. Сосын мен айттым, басқа күні кездесеміз деп. Бірақ мен айттым бұған, кездесуге қай кезде шақырсам келе аласың ба? Болмаса мен барайын дедім да. Ол айтты да, мен негізі ағаларым кішкене қаталдау, кешкісін түнде қарай шығармайды деп. Мен түсіндім. Сөйлескен кезде де әңгімеміз жараспады. Ол қыз да түсінді. Дұрыс па? Мен түсіндім. Бірақ кейбір адамдар кешкісін бір жерге барайық.